Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Білім күніне орай жасалып отырған арнайы сұхбатымыз Білім Қазына каналының ютубтағы арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта шығыстану мамандығы бойынша философия ғылымдарының PhD докторы Ахтияр Палтөре ағамыз. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош болдық. Білімнің қадірі, қасиеті туралы біраз бір жақсы сұхбат беріп әңгіме айтып берсеңіз. Жақсы. Енді кез келген адам бұл дүниеде бақытты болуға талпынады. Бірақ бақытты болу үшін білім керек пе, байлық керек пе? Бұны енді біраз талдап түсіндіріп айту керек болады. Өйткені кейбір адамдар байлықты бірінші орынға қояды. Кейбір ата-аналар балам оқыса екен, тоқыса екен, жақсы азамат болса екен деген ұстанымда болады. Сондықтан бәрімізде ұл қыз өсіріп отырғандықтан бұл тақырып бәрімізге ортақ тақырып. Кезінде Хакім Абайдың айтқан өлең жолдарында да айтады: баламды медресеге білдеп бердім, шен алсын, шекпен алсын деп бермедім деп. Баланы медресеге, мектепке оқуға бергенде балам білсін деп береді. Бірақ та осы білген адам, білімді адам қызметке барады, елдің игілігіне қызмет етеді. Сондықтан абырой, мансап, билік, байлық бұлардың бәрі бір-бірімен байланысып жатқан ұғымдар. Жалпы қазақтың ұғымында да осы байлықтың бірнеше түрі бар. Мысалы, материалдық байлық, рухани байлық, қазба байлық, тағы сөз байлық, оның ішінде рухани байлық. Енді осы рухани байлық туралы айтатын болсақ, өте маңызды байлықтардың бірі бұл адамгершілік қасиет деген білдіреді. Адамгершілік деген ұғымды білдіреді жалпы адамда. Оны Хакім Абайдың тағы да бір өлең жолында айтады: атымды адам қойған соң қайтып адам болайын дейді. Яғни адам болған соң біз міндетті түрде білуіміз керек, яғни оқуымыз керек. Бізді басқа жаратылыс иелерінен ерекшеленетін де осы адамдық қасиетіміз, адамдық атымыз. Сондықтан Аллах Тағала Құран Кәрімде де Бақара сүресінде айтады: осы адамзатты жаратқанда адамзат баласына атауларды үйретті дейді. Міне бұл білім. Яғни әрбір адам білімсіз болмайды. Білімнің де өзінің әртүрлі түрлері бар. Ол философиялық білім, танымдық білім, немесе жаңағы діни білім, немесе дүниелік білім деп. Кезінде бабаларымыз, біздің жас үлкендеріміз осының негізгі әзір 14-ке тарта бір түрі бар білімнің. Ал енді бұрын біздің ата-бабаларымыз оны қысқаша екіге бөлген. Біріншісі ол материалдық, осы дүниеге қатысты білімдер, физикалық, математикалық, тағы табиғатқа тануға байланысты, оны қоршаған ортаны сақтауға қатысты білім деген сияқты. Екінші діни білім. Жалпы діни білімнің өзінде біздің ата-бабаларымыз немесе біздің ғасырлар бойы ұстанып келіп жатқан мына дін исламның түсінігінде өзіндік бір мақсаттары немесе білім алуды міндеттейді. Осы орайда Құранда мынадай аят бар ғой аға. Иқра бисми раббика аллази халақ деген аят. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслима деп келгендей, осы Құранның аяттары мен хадистерге бір тоқталып кетсеңіз. Бәрекелді. Өте орынды айттыңыз. Құранның адамзат баласына түсудегі ең бірінші мақсаты ол адамзат баласының оқуы. Ең Алақ сүресінде жаңа сіз айтқан жаратқан Раббыңның атымен бастап оқы деуінің өзі. Оны кезінде қазақтың ұлы біздің ұлт педагогы Ыбырай Алтынсарин айтқан: бір Аллаға сиініп, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық, оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, телегеннің алдынан іздемей-ақ табылар деп жалғасып кете береді. Ар жағында тағы да бар: сиса көйлек үстіңде тоқуменен табылар, сауысқанның тамағы шоқуменен табылар деп балаларға осы еңбекпен байланыстырды. Яғни оқу және оның артында еңбек болатындығы. Сондықтан оқу дегеніміздің өзі, мына білімділік дегеніміздің өзі бәрі бір-бірімен байланысады. Бірақ та бұл жерде бір мәселе бар. Хакім Абайдың 25-ші қара сөзінде айтады: баланы оқытқан жақсы дейді, бірақ құлшылық қыларлық деңгейде түркі оқытса болады дейді, сол жетеді дейді. Яғни бұл жерде құлшылық қыларлық деңгейде деген қалай түсінсек болады? Енді бұл жерде бір мәселе бар. Біз қазір мынау Хакім Абайдың жазбаларын, бізге жеткен өлеңдерін, немесе қара сөздерін талдап отырғанда, біз көп жағдайда бүгінгі түсінікпен қараймыз. Бірақ сол Абай Құнанбайұлының өмір сүрген кезеңі қандай қиын кезең еді. Бүгінгідей тәуелсіздіктің туын желбіретіп көкке, міне тәуелсіздіктің 30 жылдан аса уақытын біз арқаға тастадық. Сол жылдар сияқты болған жоқ қой.
Ол кезде біздің еркіндігіміз, жер мәселесі, жесір мәселесі, қоғамда көптеген әлеуметтік мәселелер болды. Солардың деңгейінде тұрғанда біз баланы оқытуды бірінші көп оқыту емес, өзінің жаратқанына құлшылық етерлік деңгейде болса, сосын артынан мал табу керек деп жалғастырады. Сол енді 25-ші қара сөзін жақсылап оқып қараса, сол жерде орыс тілінде оқудың қажеттілігін айтады. Бірақ та орыс тілін білсең дейді, жаңағы орыс азаматтарымен иықтырестіріп бірге тұрасың, өзіңнің мақсат мүдделеріңді тікелей жеткізе аласың дейді. Яғни біз бұл жерден көп нәрсені шығара аламыз. Яғни тура сол деңгейде бәріміз орыс тілін білуіміз керек, немесе тағы деген ұғым емес, жалпы тіл білген өзге тілдің бәрін біл дегендей, оны өз тіліңді оны енді кезінде айтты ғой, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп. Яғни өзге тілді білгеннің артықшылығы жоқ, бірақ өз тіліне деген, ана тіліне деген құрмет болу керек. Осы орайда енді біз тағы да мәселені білімге қайта бұратын болсақ, білімді қай тілде алу керек деген мәселе туындайды. Ана тілінде алу керек пе? Немесе жаңағы орыс тілінде алу керек пе, ағылшын тілінде алу керек пе? Бірінші сыныпқа келген уақытта дейсіз ғой. Қазір енді бізде бұл салаға мен тоқтаудың алдында тағы да жалпы баланың отбасындағы тәлім тәрбиесі, білімі, дүниеге көзқарасы, енді рұқсат етсеңіз, мына бір мәселені айта кетейін. Жаңа мынау діни білім дедік қой. Діни білімді біз екі несі бар, түсінігі бар. Біріншісі, бұл жаратқан Аллах тағала тарапынан, жаратушы ие тарапынан адамзат баласына түсірілген. Бұны қазіргі кезде біз әлемдік діндер, христиан діні, юдаизм, ислам бұл недер. Ал енді Будда діні көпшілік әлемдік діндер қатарына кіреді, бірақ көктен түсірілген діндер қатарына жатпайды. Бұл ислами тұрғыдан көзқараспен қараған кезде. Енді мұндағы айтайын дегенім не? Бұл яғни бір жер бетіндегі бір адамның ішіне таңдап алып, оны біз қазір пайғамбар дейміз, елші деп айтамыз. Соған бізге көрінбейтін періштелер арқылы, уахи арқылы берілген діни мәліметтер, түсініктер жаратушы тарапынан жіберілген. Екінші, діни ілім деп айтамыз. Ол адамдардың өзі оқшаулану арқылы дүниенің мынау тіршілігінен, қиындығынан, әртүрлі мәселелердің шешімін іздей отырып, адамдардың өздері жаратушыға деген түсініктерін қалыптастыруы. Бұл Конфуция ілімі, Будда ілімі. Біз бұндай ілімдердің барлығына құрметпен қараймыз, бірақ та ең бірінші білімді бала отбасында ата-анасынан алады. Білім дегеніміз не десеңіз, жалпы мына қоршаған ортаның осындағы түсініктер, танымдық білім болады. Танымдық мәселелерді қамтиды. Енді бізде бұрын ата-бабаларымыз не деді? Жалпы байлық пен білімді сабақтастырған кезде біздің ата-бабаларымыз қиын кезеңдерді бастан өткізді. Анау кезінде ашаршылық кезі болды. Алатаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді деген зар заман. Білесіз бе, қандай қиын заман. Басының амандығы, жалпы аман ұрпақтың келешегі деген өте қиын кезеңдерде болды. Одан өте келе біз Ұлы Отан соғысында бердік. Қаншама біздің жасы үлкен ер азаматтарымыз баласын, шағасын бәрін тастап осы елдің олда да намыс керек. Ол кезде де қаншама осы елді қорғау үшін, осы енді ол кезде Совет өкіметі десек, сол кезеңнің өзінде анау Берлинге барып туды тіккенде осы біздің қазақтың азаматы болған. Оны біз мақтанышпен айтамыз, бірақ сол кісілер Бауыржан Момышұлы болсын, барлығы кезінде өзінің батыр атағын алған жоқ. Көз тірісінде. Бұл бір мәселе бөлек. Бірақ та олар мен соған батыр атағын берді, бермеді деген оймен барған жоқ. Ол үшін күрескен де жоқ. Ең бірінші орында намыс үшін, ар үшін, отаным үшін, елім үшін деген үлкен бір түсінік болды. Бірақ сондай тұлғаларды өсірген, сондай тұлғалардың қалыптасуына тікелей ықпал еткен кім? Оның алдындағы біздің аталарымыз бен әжелеріміз, отбасындағы тәлім тәрбиелер, жас үлкен тәрбиелер. Міне одан кейін бізде қаншама қиыншылық кезеңдерді бастан өткіріп жатырмыз. Міне Аллаға шүкір, тәуелсіздіктің 30 жылын арқаға тастап, енді міне жаңа буын келе жатыр. 50 жылда ел жаңа деп, міне қазірде жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан, адал азамат концепцияларын мемлекет басшысы осыны қазір қоғамда талқылап, осыны бағытта жұмыс жасалып жатыр. Сондықтан бұған әрбір азамат үлес қосуы керек. Тек қана бұл жерде бір нәрсені түсінуіміз, біз ата жолымен немесе ата бабаларымыздың бізге салған, аманат етіп берген кейбір мәселелерінен, құндылықтарынан ажырап қалмауымыз керек. Мысалы, қазақтың жанында бар, немесе әрбір тәлім тәрбиесінде бар, мына бір не бар? Малым дейді, жанымның садақасы, жаным арымның садақасы дейді. Онда ар деген не?
ар дегеніміз адамдық қасиет. Жаңа Хакім Абайдың айтқаны бар ғой, атымды адам қойған соң қайтып адам болайын деді. Міне, ар дегеніміз адамдық қасиет, намыс, ұят, былайша айтқанда. Бұны тағы да былай қазбалай беретін болса, тәлім тәрбиеге байланысты жалпы қазақ халқы өзінің жас ұрпағын үш түрлі немен ғана, сөзбен ғана тәрбиелеген. Бірінші ұят болады, жаман болады, немесе обал болады деп. Осының ішіне бүкіл дүниетаным кіріп кетті. Сондықтан біз қазіргі кезде мына баланы балабақшаға береміз, оның алдында жаңағы отбасында болады, отбасында біз баланы дұрыстап тәрбиелейміз. Демек, қандай білім алмасын, танымдық білім болмайынша, одан кейінгі дәрежедегі білімге өту дұрыс емес қой. Танымдық білімнің ішінде әдеп те, тәрбие де, адамгершілік те барлығы соның ішінде жатыр ғой. Әрине, бірақ енді бұл жерде дұрыс емес деп айтқан біраз ағаттық болар, дұрыс болмас. Бірақ та біз бір нәрсені ашып айтқанымыз дұрыс болады. Біз балаларымыздың материалдық жағдайының жақсы болуын, ертең қызметке баруын түп төркіні не? Бақытты болуы ма? Онда байлық бізді бақытқа апара ма? Әлде білімді болып, жақсы азамат болғанда ол неге апара ма? Яғни оның түпкі мағынасы не? Не ұстайды сол баланы? Қаншама бай дәулетті азаматтар бар. Осы өзіміздің қазақтың ішінде де қаншама жігіттер бар. Өте жақсы, жағдайы жақсы отбасылар бар. Бірақ соларға да бір нәрсе жетпейтін сияқты. Ал енді рухани бай адамдар да бар. Бірақ оларға да пендешілікпен күнделікті материалдық қарым-қатынаста да тамақ керек, жейтіні керек, бала-шағасы бар деген сияқты. Сондықтан қазіргі мына дүниетанымда біз бір нәрсені, дүниетанымды біз мұсылмандық дүниетанымге негіздеп, ата-бабамыздың, салт-дәстүріміздің, әдет-ғұрпымыздың аясында баланы тәрбиелеп, мектепке дейінгі, балабақшаға дейінгі тәрбиеге жеткізіп береміз бе? Әлде оны материалист қып, сен жағдайың жақсы болады, сен бай боласың деп, оны басқа көзқараспен барып тәрбиелейміз бе? Бұл бізді ойландыратын мәселе. Бірақ бұл міндет ата-анаға жүктеледі. Әрине, мен түсінемін, қазір бізде урбанизация жүріп жатыр, яғни ауылдағы азаматтардың, жастардың көпшілігі жұмыс бабымен немесе жаңағы кәсіп ету мақсатында қалалы жерлерге орналасып жатыр. Қалада көптеген жаңағы жұмыс орындары бар, отбасымен, яғни жас отбасылар келіп осында тұрып жатыр. Сондықтан ол жерде мынау баланың тәрбиесімен айналысатын көп жағдайда сол отағасының немесе жаңағы әйел кісінің баламен көп жағдайда қарым-қатынасы бола бермейді, өкінішке орай. Бірақ бұрын міне өзімде мен үлкен кісілердің, аталарымыздың, әжелеріміздің тәрбиесін көрген адам ретінде кішігірім сонда кейбір нәрселерді әкеміз айтпағанды, анамыз айтпағанды, әжеміз бізге құлағымызға құйып, ертегі болса да мынау болмайды, жаман болады балам деп жаңағы жылы сөзін айтып отыратын. Бірақ та енді сөзіңіз бөлейін, білім алу жолы бір өзгерген сияқты ғой. Ауылдың баласы, қаланың баласы деп жатырмыз ғой. Бұрындар ауылдың баласы болмаса қаланың баласы деп бөлініп жатса, мына күні бөлінуге болмайтын сияқты, әлде бөлінбейтін сияқты. Себебі қалада іздеген дүниені ауылда да іздеп табылады демекшім ғой. Жай ғана телефон, ауылда қазір біз 4G-ді қосып қойдық. Телефоннан іздеген дүниені қаланың баласы да табады, ауылдың баласы да табады. Трафик ретінде келіп жатқаннан кейін қай ауыл қандай деп жатпаймыз ғой. Енді осы жөнінде тоқталасыз, онлайн алған білім мен офлайн алған білімнің қайсысы пайдалы? Жақсы, білімді алудың қазір мүмкіндіктері көп. Бірақ та менің айтайын дегенім басқа. Менің айтайын дегенім жас отбасылар баланы көбінше өзі айналыспайды бала тәрбиесімен. Өйткені өзі де әлі жас. Өзі де әлі бір тұрақты болып, отбасылық өмірге енді бейімделіп келе жатыр. Сондықтан бұл жерде аға буындардың, аталардың, әжелердің бір жауапкершілігі болады. Ата мен әженің институты өте маңызды ғой енді. Өте маңызды. Сол жерде баланың жақсы азамат болып қалыптасуына, мынау Хакім Абайдың тағы да бір өлең жолы бар. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеде кетігін тап та бар қалан дейді. Бұл жерде мен қазір талдап айтамын, осы жерде кірпіш дейді. Яғни әрбір дүниеге келген адам осы қоғамда өзіндік орны бар. Бұл жерде әрбір баланың бойында қасиет бар. Құдай тағаланың берген қасиеті. Біреу музыкаға бейім, біреу жаңағы өнерге, біреу бейнелеуге, суретке, математикаға деген сияқты. Бірақ та Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айтады, адамзат баласын ең көркем бейнеден жараттым дейді.
солай ғой, фи ахсани тақуим дейді. Иә, ең көркем бейнеде. Олай болатын болса, мына бала қабілетті, мына бала қабілетсіз деп қарауға болмайды. Барлық адам баласы қабілетті, бейімді жаса. Бірақ та кейбір ата-аналар баласына көбірек көңіл аударады да, оның жақсы қасиеттерінің дамуына мүмкіндік береді. Кейбір ата-аналар баласына мүмкіндіктерін өзі көрмейді. Ондай жағдайда ұстазға бару керек болады. Ұстаз, мына балаңыздың бойында мынандай қасиет бар екен, мына спортқа өте бейім мына бала. Кейбір мектеп жасындағы балалар, әсіресе енді өтпелі шақтан өтіп жатқанда кейбір балалар бұзық болып келеді. Мысалы, жаңағы әртүрлі жылдам болады мысалы. Ол балалардың бойында мысалы жүрек жұтқан, мысалы тектілік қасиеттер бар. Сен тыныш жүрмейсің, сен бұлай жасамайсың деп емес. Сол баланың бойында қасиетті көріп, энергиясын спортқа берсе, өнерге берсе, немесе тағы да басқа бір кәсіпке, басқа бір неге мүмкіндік берсе, ол адамат ертең осы өзінің ата-анасына, еліне, туған туысқанына, одан қалды мемлекетімізге, тіпті әлемдік деңгейде үлкен бір жаңа алып келу мүмкін, үлес қосуы мүмкін. Ол әрекеттің бәрі мінез ғой, дұрыс па? Әрине. Біз әрбір Әлихан бабамыздың сөзі бар емес, мінезден деп келеді. Әрине. Бұл жерде тағы бір мәселе тектілік мәселесі. Жалпы тектілік деген не? Бірнеше ата бойы белгілі бір нәрселерді қайталап келуі. Мынау тек дәулет дейді мысалы. Оларды кешіріңіз, мен бұны жасай алмаймын. Кешіріңіз, мен бұны өтірік айта алмаймын. Ол бәрі қанында жүреді ғой. Қанында жүреді. Сол тектілік, батырлық, осы қасиеттерінің бәрі болады. Ол бір жерден болмаса бір жерден көреді. Тесіп шығады. Сондықтан жаңағы бұл нәрсеге біз бейжай қарамауымыз керек. Жалпы адамға деген құрмет, ол діни түсінігіне, немесе өскен ортасына, ұл қыз болуына емес. Бірақ енді біз қиын кезеңді бастан өткіздік. Жаңа айтып өттім ғой, Совет өкіметіне дейінгі кезеңде біздің қыз балалардың білім алуы өте қиын болған. Совет өкіметі келгеннен кейін ұлдар мен қыздардың жаңағы білім алуына үлкен мүмкіндіктер туындады. Бірақ онымен бірге оларды жұмысқа, әйел кісілердің үлкен қара жұмысқа, ауыр ер азаматтармен иықтірестіріп, тізе бүгіп бірге жұмыс істеуіне мүмкіндік жасалды. Сол жағынан да, яғни көп бір әлеуметтік тұрғыдан біз көп зардап шеге бастадық. Енді тәуелсіздік алған кезде біз мына кеңес өкіметінде тәлім тәрбие көрген үлкен біздің аға буын өкілдері енді бүгінгі жастардың кейбір іс-әрекеттері көңілінен шыға қоймады. Өйткені кейбір жастар әлеуметтік желі арқылы кейбір білімдерді, немесе европалық білімдер тікелей түпнұсқа ақпараттардан алу арқылы кейбір ақпараттарды үлкен толқында еркін ала бастады. Сондықтан бұл нәрселердің барлығы енді біздің бір жаңару үдерісі жүріп жатыр. Біз әлі ұлттық бірегейлікке бара жатырмыз. Бірақ та ұлт болып үйісуіміз біз үшін өте маңызды. Бұл жерде бірінші мәселе таным мәселесі. Біз дүниені қалай танимыз? Материалистік тұрғыдан танимыз ба? Әлде идеалистік дүние танымдық бабаларымыздың тұрғысынан танимыз ба? Біздің қазақтың ұлы даласында бүгінгі қаншама ұлы тұлғалар шыққан. Сонау Әбу Насыр Әл-Фарабиден бастап кешегі Абай, Шоқан, Шәкәрімге дейінгі ұласып жатқан ұлы тұлғаларымыздың барлығының бойында осындай мұсылмандық дүние таным аясы болды. Бұның ерекшелігі не? Бір ғана мысал келтірейін. Мысалы айтады, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанынан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті дейді. Көрдіңіз ба? Бұл жерде не дейді? Адамзат баласын бірінші Аллах тағаланы сүйіспеншілік жаса дейді. Бұл бірінші. Одан кейін бүкіл адамзат баласын, ол жерде сен пәленшесін руына, тегіне, ұлтына, мемлекетіне қарап емес, Аллах тағаланың алдында адамзаттың бәрі бірдей. Аллах тағаланың құзырында барлығы бірдей есеп қисап береді, және оның бір-бірінен артықшылығы жоқ. Мен жапон болғаным үшін, немесе басқа ұлттың өкілі болған үшін басқа ұлттан жоғары тұрады деген түсінік жоқ. Білім, ғылым бәріне ортақ. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғыз дейді ғой. Бәрекелді. Сондықтан мен жаңа сөзіме қайта оралып келсем, бұл жерде ұлы тұлғаларымыз бұл ұлттық, мемлекеттік деңгейде емес, бүкіл әлемдік деңгейде дүниеге қарады. Дүние танымды дұрыстап алу керек. Содан кейін барып біздің алдымызға қойған мақсатымыз да осы болу керек. Мен өз студенттерге, жастарға кездесу барысында осыны айтам, үш тұғыр деп. Бірінші орында кіммен жүргені маңызды. Баланың кіммен жүргені маңызды. Қасындағы досы, жолдасы,
жақсы болатын болса, соған қарап бой түзейді. Егер қасындағы адам мінезі нашар болатын болса, немесе аузында кейбір балағат сөздерге бейім адам болатын болса, сол бала да содан әсерлене бастайды. Сондықтан баланы біз көшеге, есік ауласына жібергеннен бастап, ата-анасы кішігірім бақылауда ұстау керек. Кіммен араласып жүр, қандай ана көшеден сөздерді алып келіп үйреніп жатыр. Абайдың айтатын сөзі бар: сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел деп. Сөзді түзеу керек бірінші. Сөз түзету үшін жүрек таза болу керек. Сондықтан мынау неде айтылады ғой: үй жайыңды таза ұста, қонақ келіп қалар деп. Жүрегіңді таза ұста, Алла назар салар деп. Жүректі таза ұстау керек. Жүректе ешқандай біреуге деген жамандық болмау керек. Жүрегімізде бір көре алмаушылық, бір тағы реніш деген нәрселерді жүректе ұстамау керек. Біз біреудің жақсылығын көрсек, біреудің жақсы бай дәулетін көрсек, біз қуануымыз керек. Міне, қандай жақсы. Мен де соған қарап ұқсап бақ. Бір ғалымды көрсеңіз, мынау қандай керемет ғалым. Ол да адам ғой. Пайғамбар да хадисінде айтпайды ма? Әла фил жасади мудғатун. Иә. Адамның бойында бір жұлым ет бар, ол жақсы болса, бүкіл оның іс-әрекеті жақсы болады деген осы пайғамбарымыздың есінде бар. Тағы да бір хадисінде бар ғой. Нафихил кир дейді, жаңағы ненің темір не жасап отырғанда соны үрлеп отыратын немен салыстырады да, біреу жаңағы жақсы иіс сатушы адам болады дейді. Сондықтан көп нәрсе қасында жүрген адамға байланысты. Сондықтан біз қасымызда жүрген адамның өресі биік адам болу керек. Енді әрбір ата-ана әрине өз баласының жақсы болғанын, қоғамда бір танымал, осы елдің игілігіне қызмет ететін, білімді, сондай жақсы, абыройлы азамат болғанын қалайды. Ол үшін өзі белгілі деңгейде, жаңағы айтып отырмын ғой, кірпіш дегеніміз ол адам деп қарайтын болсақ, сол кірпішті шығарған бір қалып бар ғой. Ол қалып оның ата-анасы. Бірақ кірпіштің піскен кірпіш болады, қам кірпіш болады. Сондықтан өмірдің қиындығы ол баланы пісіру керек. Яғни кез келген уақытта менің ғана балам деген түсінік емес. Елдің баласы. Осы мен балам, оның баласы деген ұғымда емес. Сен осы елдің баласысың. Сен осы қазақтың қызметі үшін еңбек етуің керек. Елдің игілігіне қызмет етуің керек. Бүкіл адамзат баласында пайдалы болуың керек дейді. Сондықтан бұл нәрсені біз өте жақсы қарауымыз. Ал енді қалып дұрыс болмаса, одан кейін барып одан шыққан жаңағы кірпішті күйдірмедің баланың несі. Яғни жоқ, қалып дұрыс болмағаннан кейін оны бір жерге қойғанда да сізге не бермейді ғой. Сондықтан ең бірінші орында менің өтінішім, бүкіл көрермендерден сұрайтын, баланы адал азамат етіп тәрбиелеуге бейім болуымыз керек. Еңбектенсін. Әр нәрсеге қазір енді жастардың арасында бар, жақсы, мен оны қолдаймын. Әлеуметтік желі арқылы жеңіл, жаңағы не дейді, тез табыс табу жақсы нәрсе. Бірақ та түптің түбінде адамдық қасиеттен ауытқып кетпеу керек. Шегі болу керек. Кейбір адамдықтың аясына келмейтін, немесе тағы бір жарнамалық бағытта бір нелер көп қой енді. Адамдардың не дейді, көңілін аулау үшін, тағы басқа үшін кейбір нәрселерді ұстаным ретінде қарау керек. Адамның принципі болу керек. Ұстанымы болу керек. Ең бірінші ұстанымдардың бірі, қандай жағдай болса да өтірік айтпау керек. Мұсылман адам мүлде өтірік айтпайды. Бұл бір-біріне кереғар нәрсе. Күн мен түн деген екеуі келмейді. Тағы бір нәрсе, адам өзі істемеген нәрсесін басқаға айтудың керегі жоқ. Бірінші өзі істесе, сол нәрсені содан кейін барып айтса әсерлі болады. Лима тақулуна ма ла тафалун дегендей ме? Енді Аллах тағала Құранда да көптеген аяттарда айтады: афала тақилун, афала татафаккарун, ойланбайсыңдар ма, ой жүгіртпейсіңдер ме? Рахман сүресінде бар ғой, Алланың бұл нығметін қалай жоққа шығарасыңдар дейді. Яғни дүниеге қарап тұрған неде адамда ой жүгірту керек. Ойымыз өзгерсе, ойымызды біз өсіретін болсақ, онда болады. Ал енді тек қана теория түрінде алатын болсақ, өте көп біздің жетістіктеріміз бар. Осы тәуелсіздіктің өзінде біз мынау ғылым саласында, білім саласында көптеген жаңағы ғылыми зерттеу жұмыстары жасалды. Бірақ та бізде сол мынау тәжірибе тұрғысынан байланыс болмай қалады да. Мен жаздым, міне, қазір бізге мынау ғылымды дамытудың басқа бір методикасы, әдіснамасы керек сияқты менің түсінігімде. Яғни бір адам
ғылым мен зерттеу жұмысын жасайтын болса, оны ғылымды арғырап неге енгізу немесе оны бір жаңа технологиямен байланыстыруға да сол адамның бір үлесі болу керек. Біз бұға дейін не істедік? Жаңа ғылымды зерттедік, зерделедік, таптық, осындай жаңалық таптық. Ал енді оны іске асыру үшін қаржы керек, немесе оны жаңа ғылыми техникалық бағытта өндіріске енгізу үшін ол бір адамның қолынан келетін нәрсе емес, оған ұжымдасу керек дейді. Міне сонда. Бірақ та бәрібір сол жасаған адам соның жанашыры болып, соның соңына шейін осы адамзаттың игілігіне жарағанша бас қасында болу керек. Қандай дүние болмасын, жүрекпен сүйіп жасамайынша болмайды дейміз ғой. Ұстап жүрген телефонымыз, айфонымыз болсын, қолданып жүрген Microsoft, Windows бағдарламалар болсын, барлығы гараждан басталған екен да. Бір адам, екі адам, құятын ақшасы жоқ, бірақ жүрекпен сүйіп жасаған дүние тек қана сол бір елде емес, дүниеге тарады ғой. Алибабаны құрған Джек Ма деген жігіт бар ғой. Енді бізден үлкен кісі ғой негізі. Соның бір сөзін мен естігем. 9-дан 8-ден 5-ге дейін, яки 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейтін адам жетістікке жетпейді дейді. Жетпейді. Біз жетістікке жетеміз бе? 24 сағат демесем де 20 сағат жұмыс істеу керек. 4 сағатын демал. Қазір жұмыс істемесең, ертең білімді ұрпақты да, керек технологияны да еш нәрсені дайындай алмайсың деген сөз бар екен. Қосыласыз ба осыған? 6 сағаттық, 8 сағаттық жұмысқа мен қосылмаймын дейді да ол. Мен былай айтайын, мәселе қосылуда емес. Қосыламын, қосылмаймын деген жауапта емес. Мәселе таң атқаннан кешке шейін еңбек ете беру керек деген де сөз емес. Білім бізге не үшін керек? Білім қай нәрсені қалай істеу керек? Қашан істеу керек? Соны біледі, саған үйретеді. Сол үшін бірінші орында біз оқу керек. Сіз жаңа айтып отқан гаражда басталды дейді. Тағы деген нелер бар. Ол жерде басқа нәрсе менің түсінігімде. Ол жерде тұрақтылық, төзімділік, шыдамдылық соңына дейін шыдап беру. О, бәрекелді. Бізге қазір кезде біз енді өкінішке орай мынау жаңа айтып отырмын ғой, қиын кезеңдерді тарихта басымыздан өткердік. Кезегі жоңғар шапқыншылығы, жаңа Шыңғыс ханның кезең, енді тарихта өте көп қиын кезеңдер бар. Соның барлығын біз міне осыдан өтіп, қиын кезеңдерден өтіп, міне тәуелсіздікке қол жеткіздік. Сондықтан тәуелсіздік біз үшін ең қасиетті ұғым, қымбат ұғым. Біз бұның әр уақытта сақтауға, оны арғырап баянды етуге әрбір талпынуымыз керек. Бірақ та бұл жерде бір нәрсе бар. Бір нәрсе не? Ол бір нәрсені бастадың ба, оны соңына дейін бару. Сосын мектепке барған кезде, жалпы балабақшаға барғаннан кезден бастап біз баланы оқуға бейімдей бастаймыз. Бірақ та оқу белгілі бір кезең, өмірдің белгілі бір кезеңінен де тұрмайды. Адам баласы өмір бойы оқу керек. Сондықтан мен көрермендерден өтінер едім, бізде оқу мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Ұдайы оқып жүруіміз керек. Жаңағы мен үш тұғыр дегеннің екіншісі не оқып жүрсіз деген нәрсе. Не оқып жүр? Біріншісі, кіммен жүрсіз? Қасыңызда кім бар? Өресі биік азамат болса, онда сіздің арғарап жақсы тәлім тәрбие алуыңызға бағыт бағдар беріп сізге көмектеседі. Екіншісі, не оқып жүрсіз? Бұл өте маңызды. Ол кітап болсын, газет болсын. Әрине, оқу керек. Ұдайы адам оқып отыру керек. Яғни жаңа ақпаратпен толтырып отыру керек. Ал неше түрлі негатив жаңағы болмайтын, бүйтіп қалдық та сөйтіп қалдық деген сөздер қажет емес. Ол бірінші орында сол адамның өзіне зиян келтіреді. Өзінің өмірінің бақытты болуына кедергі келтіреді. Тек қана өзі емес, қасындағы адамға да кері әсерін тигізеді. Түптеп келгенде қоғамға кері әсерін тигізіп жатады. Сондықтан мүмкіндігінше жаныңда жүр жақсы адам деп қасымыздағы адамның бойынан жақсы қасиеттерді көре білуіміз керек. Ала білуіміз керек. Әрбір адамның бойында жақсы қасиет бар. Бірақ сол ортасына қарай бейімделеді. Яғни жаңада айтып өттім ғой, жаман адам болмайды, тәрбиесіз адам болмайды. Бәрі де, бірақ ортасына, қасындағы жүрген адамдарына болады. Байланысты болады. Біздің ең қазір жетпей жатқаны не оқу керек, қалай оқу керек. Бұл қазір енді мынау әлеуметтік желілерде көптеген YouTube'та қазір мотивациялық кітаптарды көп оқиды жастар. Бәрекелді, өте жақсы, оқу керек, таныс болу керек. Сосын жаңағы үшінші мәселесі бар. Кімді үлгі тұтасың? Кімді үлгі тұтасың? Кімге қарап бой түзеп жүрсің? Мен де сол кісі сияқты болсам екен деп. Мен де сол кісі сияқты бір танымал елге қалаулы асыл азамат. Мен енді білмедім, әркімдікі әртүрлі. Енді әркімнің өз ұстазы болады. Бұны айтып жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
кімді қатты жақсы көрсең сонымен бірге тірілесің дейді ғой енді. Иә, ол енді діни тұрғыдан әрине, әрине оны. пайғамбардың ең жаңағы адамзаттың асылы. Оны үлгі тұту, оны жақсы көру емес па? Әрине, үлгі тұту үшін, оны жақсы көру үшін, ондай жағдайда біз пайғамбардың өмірбаянын жақсы білуіміз керек. Егер мен бір нәрсені қатты қаласам, сол сияқты болғым келсе, онда мен соның несін әрбір өмірінің кезеңдерін жақсы білемін ғой. Дұрыс па? Сол сияқты ондай болатын болса, пайғамбарымызды үлгі тұтамын дейтін болса, кімде-кім менің жаңағы тұлғам ретінде, мен сол кісіні өмірлік үлгі тұтамын, мынау мұсылман ретінде айтатын болсақ, онда ол кісінің туған дүниеге келген шағынан бастап, балалық шағын, ержеткен шағын, азамат болған шағын білу керек. Білесіз ба? Өзіңіз де жақсы білесіз әрине. Пайғамбарымыз уахи келгенге дейін, яғни пайғамбар болғанға дейін Мұхаммед әл-Әмин деп аталған. Еш уақытта өтірік айтпаған. Жаңа мен сөз арасында да айттым. Еш қандай жағдай болса да, кешіріңіз, мен бұны жасай алмаймын деп шынын айту керек. Бізге көп жағдайда қалай болса да мына ситуациядан шығып кету керек, әлде ондай болмайды. Сосын мынау біздің аға буындарымыздың арасында көп болды. Мына бір жұмысты бітіру үшін бір жолын жасап жіберу керек, жаңа бір шай беру керек деген сияқты. Жоқ, ондай нәрседен біз арылуымыз керек. Біздің басқа дамыған елдерде ондай нәрсе жоқ. Бұл мысалы мемлекеттік қызметкер болсын, әлде қандай да бір қызмет көрсетіп тұрған адам болатын болса, бұл менің азаматтық борышым, бұл мен үшін үлкен абырой. Осы қызметті істеп беру деп, соны адам өз солай қабылдау керек. Мен бұны істегеннен кейін жоқ, бұған тағы қосымша қандай маған бір сыйақы бересің деп, соның ақысын емес, ақыны Аллах тағала береді. Соның сауабын, соның жаңағы несін, сыйын о дүниеге барғанда. Сондықтан біз бұл дүниеде бір нәрсе жасасақ, тез соның жаңағы қарымтасы ретінде бір не алуды мақсат тұтпау керек. Әжір сауап Алладан демейінше ол жұмыс бәрі берекесі болмайды. Бәрекелі. Мен сол үшін айтып отырмын. Бірінші балаға білім беруде, тәлім тәрбие беруде, оқытуда біз бірінші дүние танымын қалыптастыруымыз керек. Дүние танымын мемлекет қалыптастырып бермейді. Әрбір ата-ана қалыптастырады. Дүние танымы танымдық білімнің ішіне кіргіземіз ғой. Иә. Енді бала мектепке, балабақшаға барған кезде біз қоғамдасып, ұжымдасып жұмыс істеуге, бір-бірімізді сыйлауға, адам ретінде бәріміздің әртүрлі білім алуымызға мемлекет қолдау жасайды. Сондықтан да мына орта білімді мемлекет тарапынан тегін беріліп жатыр қазір. Міндетті түрде. Әрине, бұл өте жақсы. Салыстырмалы түрде әлемде қаншама халықтар бар, білімі өте төмен. Немесе әлі білім алуға мүмкіндігі болмай жатқан қаншама бар. Иә, сондықтан бұны да біз қарауымыз керек. Мемлекеттің қазіргі мынау тегін білім беруінің өзі үлкен бір не дейді, құрметке, алғысқа лайық. Өйткені ол жерге келген азаматтардың барлығының қолында білім беру бағдарламасы бар. Біреу келіп оны ана пәнді беретін болса, математиканы, физиканы, химияны, биологияны, тағы басқа пәндерді беретін болса, әрқайсының қолында бағдарламасы бар. Қанша сағат береді, қандай тақырыпты береді, және ол жүйелі түрде беріледі. Сондықтан мұндай сабақтарды алған бала жан-жақты дүние танымы кең болып қалыптасады. Бірақ енді осы жерде кейбір балалар болады ғой, бейім болады. Математика мен физикаға бейім болады. Біреу логикасы жаңағы мықты болады, біреулер жаңағы спортқа бейім болады деген сияқты. Соны ата-ана мұғаліммен бірге отырып, яғни осыны жақсы жолға қою керек. Баланың қабілетін мүмкіндігінше ашу керек. Енді мен әрине мүмкіндік болатын болса, әрбір үйде сол отбасында бір кітапхана болғанын қалар едім. Ол үшін ата-ана бала оқы, сен неге оқымайсың демей, белгілі бір уақытта кітап ашып, әкесінің өзі бір кітап қарап отыратын болса, немесе анасының өзі жаңа кітапты оқып отыратын болса, бала да соған қарап бой түзейді. Біз көп жағдайда сөзбен айтамыз да, іспен оны өзіміз жасамаймыз. Бала, сен бұлай жасама, сен темекі тартпа дейді. Әкесінің өзі темекі тартады. Мысалы, насыбай атады деген сияқты. Ал ол денсаулыққа зиян, мысалы. Бірақ оны балаға сен оны денсаулыққа зиян бұлай деп айта бергеннен балаң демес, өзіңді тәрбиелейсің. Бәрекелді. Өзіңді тәрбиеле, өзіңнің біліміңді арттыр. Балаң өзіңнің ізіңмен соңынан еріп жүреді. Енді тағы бір мәселе бар. Енді мына әлеуметтік желі, қазір YouTube бар, Facebook бар, барлығы не жасайды ғой. Бірақ көп азаматтар, енді азаматтардың арасында әртүрлі азаматтар бар ғой. Сондықтан кейде бір мәселені жанашырлықпен өзінің ойын жаңағы әлеуметтік желіге салады. Жанашырлықпен жақсы осындай болу керек, жасау керек деп.
бірақ та сөйте отырып кейбір нәрселерді есепке алмайды. Осының салдарынан өзінің несі өзіне керағар нәрсе болып келеді. Яғни өзіне соның не дейді, зияны деп айтпасам да, пайдасынан гөрі зияны көп жоқ, өзіне көп кері агрессивті ақпараттар келеді. Сіз неге өйтіп жазасыз, былай жасайсыз. Сондықтан жаңағы білімнің ішінде сөз сөйлеу білімі не болатын болса, байлықтың ішінде сөз байлығы болады. Сондықтан біз мүмкіндігінше алдымыздағы адамға әдеппен сөйлеу, мүмкіндігінше құрметпен қарау. Өйткені Аллах Тағала жаңа Құранда айтты ғой, ең көркем бейнеде жараттым деп. Барлық адамға құрметке лайық. Үлкен кіші, әсіресе мен ерекше осы мүмкіндікті пайдаланып, мынау келе жатқан білім күніне орай мектептегі біздің ұстаздарымызды, оның ішінде жаңағы апайларымызды ерекше құрметпен еске алғым келеді. Менің де алғашқы осы жаңағы дайындық дейміз ғой, уже 0-ші класс деп айтады. Сол кезде барғанда менің апайым болатын. Сол кезде алғашқы деп әріпті үйретіп жасаған сол біздің апайларымыз. Енді Зейнеп апай деген мен марқұм дүниеден өтіп кетті. Сол кісінің мейірімі, сол кісінің бойындағы адалдық, сол кісінің бойындағы сыпайы сөз. Енді әркімнің өз ұстазы болады ғой. Сол менің әлі де ойымда. Неге десеңіз, ол кісілер үйде ана, мектепке барғанда ұстаз. Ұстаз өте үлкен жауапкершілік. Қоғамды тәрбиелейді. Қаншама отбасының баласының тәрбиеленуіне, жақсы азамат болуына, білім алуына, ертең осы қоғамның дамуына үлес қосуына негіз қалайды. Сондықтан бұл ең жақсы қоғамдағы ең үлкен абыройлы міндет осы ұстаздық міндеттер еді. Әрине, енді оны мұғалім деп айтамыз. Енді ол әрине бөлек тақырып. Тәлімгер, оқытушы, мұғалім, ұстаз дегендер ол өз алдына бұйырса жеке тағы бір түсірілімде біз ол туралы жеке айта жатармыз. Енді бұл соңғы сұхбатымыз емес, Құдай қаласа қайта шақырып, осындай тақырыптардың төңірегінде сөйлесіп жатамыз, сұхбат алып жатамыз. Біз бай дәулетті болғымыз келсе, білімді жаңағы қазынаны бірге біліммен байланыстыруымыз керек. Яғни бай дәулетті де болсын, сонда бар ол бақыт қалып барады. Сосын бақыт қай уақытта болады? Бақытты жалпы, бақыт әркім әртүрлі нәрсеге балайды. Бірақ менің түсіндігімде бақыт ол қанағаттылықпен келеді. Қанағат рахым ойлап қой дейтін сол. 5 асыл іс көрсеңіз, қанағат рахым ойлап қой. 5 нәрсеге қашық бол, 5 нәрседен ғашық бол, адам болам десеңіз, Абайдың мынау несіне қарасаңыз ішінен шыға береді. Көп нәрсені алып шығуға болады. Көрсет, бүгінгі күнмен байланыстыруға болады. Одан басқа да енді біз Абу Насыр әл-Фарабидің трактаттарын ол да бір жеке тақырыпта айтармыз. Бірақ та бұл жердегі мәселе адамдық қасиет, адамшылдық. Адам деген кім? Міне осы адамның өзін армен байланыстыратын болсақ, онда біздің дүние танымымыз, жалпы бұл жерде біз осы дүниеге келдік, шындап келетін болсақ, біз ана құрсағында дүниені бастадық, яғни жүрегіміздің соғуы ана құрсағында басталды. Ана құрсағындағы өміріміз, осы дүниедегі өміріміз және о дүниедегі өміріміз. Мысалы бір кісілер енді ыңғайсыз болмас әрине, көп адамдар өлімнен қорқады. Өлімді бір өмірдің соңы сияқты қарайды. Бірақ мұсылман адам үшін жалпы мына мұсылмандық дүние танымда, Құранда ол өмірдің соңы емес. Ол бір кезеңнен екінші кезеңге өту ғана. Өйткені біз ана құрсағында жатқандағы өмірімізді білмейміз. Бірақ оны бізді анамыз ғана біледі. Сол жерде де біз біраз уақыт өмір сүрдік. Дүниеге келмей жүрегіміз соқты, анамызбен қарым-қатынас болдық. Сол жерде де кіндік арқылы не дейді. Сондықтан да бізде ананың тілі деп айтатынымыз сол. Баланың дүниеге келуі бір толып жатқан бұл бір не дейді, ғажайып нәрсе.